Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, жұмсақ болып шығатын кекс жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналымнан алыстамай видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сүзбе қосылған кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен творог пен қантымызды ыдысымызға салып аламыз. Толық құрамын описанияға грамдармен жазып кетемін. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Екі жұмыртқамызды жарып салған соң, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Барлығын жақсылап біркелкі масса жасап болған соң, оның үстіне 3 ас қасық қаймағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сұйық массамызды дайындап болған соң, құрғақ заттарымызды дайындаймыз. Елекке ұнымызды салып, оның үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, електен өткізіп, барлығын бірден салмай, бөліп-бөліп, жаңағы сұйық массамызға қосып, барлығын біркелкі масса, біркелкі сұйықтық шыққанша жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің кексіміз дайын болып шықты. Өте дәмді болып шығады, әрі тез дайын болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Сіздермен күн сайын түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.